Шахтинск қаласы Әлихан Бөкейханов атындағы мектеп-лицейі география пәнінің мұғалімі Дүйсенбай Молдабек. Сабағымыздың тақырыбы демографиялық саясат. Оқу мақсаты демографиялық саясат ұғымын түсіндіре отырып, жекеленген дүние жүзі елдеріне қатысты демографиялық саясаттың өзіндік моделін ұсынады. Бүгінгі сабақта демографиялық саясат дегеніміз не? Дүние жүзі елдерінде демографиялық көрсеткіштерге әсер ету бойынша қолданылатын іс-шара. Демографиялық саясаттың нұсқалары. Демографиялық саясаттың құжат ретінде құрылымы. Ой қозғау. Демография сөзін қалай түсінесіздер? Саясат сөзін қалай түсінесіздер? Демографиялық саясат ұғымын қалай түсінесіздер? Әрине, осы бүгінгі сабақта осы сұрақтарға сіздер жауап аласыздар. Демографиялық саясат экономикалық, әкімшілік, насихаттық іс-шаралар кешені. Олардың көмегімен мемлекет өзі қалаған бағытта тұрғындар санының өсуіне, құрылымына, қоныстануы мен сапасына әсер етеді. Демографиялық саясат халық санының ұдайы өсуі бірінші типіне елдеріне бала туылып арттыру мен халық санының табиғи өсуіне бағытталған демографиялық саясат жатқызылады. Яғни оған мысал ретінде Франция, Жапония мысал бола алады. Халық санының өсуінің екінші типі елдеріне, яғни көпшілігінде бала туылу мен халықтың табиғи өсіп төмендеуіне бағытталған демографиялық саясат жүзеге асырылып отырылады. Яғни ондай елдерге бізде Үндістан мен Қытай, себебі ол елдердің халқы 1 миллиардтан астам. Сол себептен олар өздеріне демографиялық саясатты үнемі жүргізіп отыруы деп айтуымызға болады. Яғни екінші халық санының ұдайы өсуінің екінші типін жатқызамыз. Оңтүстік батыс Азияда діни түсінік бойынша отбасын жоспарлаудағы кез келген іс-шараларды мүлде қабылдамайды. Тропиктік Африканың нашар дамыған елдерінде ешқандай демографиялық саясат жүргізілмейді. Демографиялық саясаттың құрылымы мақсатында мемлекеттің қандай демографиялық көрсеткішке қол жеткізгісі келетіні анықталынады. Ол көбінесе жалпыланған сөздер арқылы бір сөйлеммен құралады. Демографиялық саясаттың міндеттері. Бұл әрбір демографиялық көрсеткіш бойынша нақты қалауы көрсеткіштерді белгілеу. Демографиялық саясаттың құрылымындағы ағымдағы жағдайды талдау, бұл дәл қазіргі сәттегі демографиялық коэффициенттегі есептеу, оларды бағалау, шәкілдері мен салыстыру, туындаған қиындықтарды анықтау. Демографиялық саясаттың құрылымының іс-шара, яғни халық санының ұдайы өсуіне әсер ететін мемлекеттің іс-әрекеттері қалыптасады. Мысалы, екі және одан да көп бала туу бойынша жәрдем ақы, яғни мөлшер артады. Яғни тәжірибе жасайық. Бірінші тапсырма демографиялық саясаттың тууды қолдайтын немесе тууға тыйым салу ретінде жүргізілетін іс-шараларды кестеге толтырып шығамыз. Екінші тапсырма демографиялық саясаттың әртүрлі елдердегі шараларын талдаңыз. Яғни 3 бағанға бөлінген кесте берілген, сол кесте бойынша жұмыс жасайсыздар. Яғни бірінші бағанда Франция, Жапония, екіншісінде Үндістан, үшіншісінде Қытай. Біз жаңағы өсу типтеріне байланысты сіздерге алдында айтылып өтірген, сол өсу типтерінің қайсысына жататынын сіздер белгілейсіздер. Үшінші тапсырма демографиялық жағдайды 44-45 параграфте сипатталған Қазақстан мен Эстония үшін демографиялық саясаттың өзіндік моделін әзірлеңіздер.
мақсатын, міндетін, ағымдағы жағдайдың талдауын, ұсынылған шаралар мен атқарылған іс-шаралар жоспарын анықтай отырып, яғни рәсімдейсіздер. Яғни Вен диаграммасын құрастырасыздар. Қазақстан мен Эстония туралы. Эстония мен Қазақстан Вен диаграммасында ортасында жаңағы бізде ұқсастығы болу қажет. Бекіту сұрақтары. Демографиялық саясат дегеніміз не? Халық санының ұдайы өсу бірінші типіне атаңыз. Халық санының ұдайы өсуінің екінші типін атаңыз. Демографиялық саясат шараларын түсіндіріңіз. Осы сұрақтарға жауап бересіздер. Сау болыңыздар.